How are you? Thanks, I'm fine. What are your plans? Today, I will take part in the competition. That's great. Break a leg. Қайырлы күн! Осындай түсініксіз орынсыз аудармаларды жиі кездестіретін шығарсыздар. Қате аударылған сөз ақпаратты бұрмалап жеткізуі мүмкін. Ал break a leg идиомасының қазақ тіліндегі дұрыс аудармасы сәттілік дегенді білдіреді. Сонымен, шетелдік фильмдерінің қазақ тіліне аударылу жағдайы қандай екен? Зерттеу барысында 4 жабық сұрақтан тұратын сауалнама жүргіздім. Сауалнама нәтижелерін талдай келе, 13-17 жас аралығындағы жастардың басым көпшілігі шетелдік кино туындыларының қазақ тіліндегі нұсқасының бар екенін білсе де, оларды қарамайтынына көз жеткіздік. Сонымен қатар, респонденттердің басым көпшілігі аударма тілі жақсартуды қажет етеді деп санайды екен. Зерттеу аясында әдебиеттерге шолу жасалынды. Солардың ішінде фильм аударудағы локализация тәсілі туралы көп айтылады. Локализация тәсілінде аудармашы мәтінді бейімдеп, екі мәтін арасында байланыс орната білу қажет. Ол үшін ол сол тілге тән мақал-мәтелдерді, көркемдеуіш құралдарды, лексикалық бірліктерді қолдану қажет. Мәселен, «Мұздық өлке» 2 мультипликациялық фильмін талдайық. Бұл фильмде халық ауыз әдебиеті кеңінен қолданылады. Басты кейіпкерлердің бірі Олов Абай Құнанбаевтың күз өлеңінен ізінді оқиды. Сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан. Не дейсің? Кешір, өскен сайын ақын болып барам. Ал Арыстан патша фильмінде қазақ тіліне тән лексикалық бірліктер кеңінен қолданылады. Мынауың үш елі ғасыдай жақсы көрем. Зерттеу аясында Жан, жаңа өрмекші адам, Арыстан патша, Жүзік әміршісі фильмдерінің тілдеріне толық талдау жасалынды. Нәтижесінде сәтті және сәтсіз аударма мәтіндері анықталды. Сәтті тұстарына тоқталсақ, бұл жігіт музыкаға толы деген кейіпкердің сөзін өзі де әнге алып кеткендей әуеде ұзақ қалықтап тұрды деп аударады. Бұл тіркес Жүсіпбек Аймауытовтың әнші әңгімесіндегі Әмірхан кісі емес, әнге айналады деген тіркеске өте жақын. Арыстан патша фильміндегі бір ерекшелік ол кейіпкер есімінің қазақшалануы. Түпнұсқада Ысқар атты арыстанды қазақ тіліне ызғар деп ұсынған, ал орыс прокатта осы кейіпкердің есімі Шрам. Демек, неліктен бұл кейіпкердің есімі Тыртық емес деген ой туындады. Осы сауалды біз Арыстан патша фильмін аударуға қатысқан маман Абдрахманов Еркебұлан Ермекұлына қойдық. Оның айтуы бойынша, осы кейіпкердің есімін таңдауда арнайы кеңес құрылып, шешім қабылданыпты. Біріншіден, егер Тыртық деп аударса, дыбысталу жағынан үйлеспейді және кейіпкер бейнесін ашпайды. Ал ызғар сөзі кейіпкердің образын, ашулы образын дәл танытады. Шетелдік фильмдерді қазақ тіліне аударуда тек оның мәтіні емес, оның атауы да аса маңызды рөл атқарады. Ғылыми тұрғыда фильм атауын фильмонимдер деп атайды. Фильмонимдерді аударудың 3 негізгі тәсілі бар. Олардың біріншісі тура аударма. Бұл стратегия калькулауға негізделген, яғни түпнұсқа тілінен қазақ тіліне тікелей аударуды білдіреді. Екінші тәсіл – бұл фильм атауының өзгеруі, кей сөздің түсіп қалуы немесе қосылуы, басқа сөзбен ауыстырылуы. Үшінші тәсіл – бұл фильм атауының толық ауыстырылуы. Кей елдің мәдени ерекшелігіне, басқа да себептерге байланысты фильм атауының толық ауыстырылуы. Жоба нәтижелерін талдай келе, біз мынандай қорытындыға келдік. Біріншіден, шетелдік фильмдердің қазақ тіліне аударылу жағдайы жақсы, себебі аудармашылар локализация тәсілін кеңінен қолданады. Сондай-ақ, фильмді аудару бір жолға қойылған, қысқа әрі мазмұнды маркетингтік стратегияға сай және өте сауатты. Үшіншіден, шетелдік фильмдердің қазақ тіліне аударылған нұсқаларының жарнамасы әлсіз. Біз осыларды саралай келе, жас аудармашыларға арналған нұсқаулық дайындадық. Бұл нұсқаулықта қысқа да түсінікті қадамдар берілген. Осы нұсқаулыққа сүйене отырып, біз Алиса ғажайыптар әлемінде трейлерін қазақша сөйлеттік. Аталмыш жұмыс менің шығармашылығымды шыңдап, ізденісімді арттырды. Бұл жоба осымен аяқталған жоқ. Болашақта оны дамытып, жетілдіруді жоспарлаймыз. Назарларыңызға рахмет.